Баршаңызға сәлем. Ең қызықты видеолар біздің каналымызда. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік, бастаймыз. Кейде ең қорқынышты құбыжықтар қараңғы орманда немесе терең мұхит түбінде жасырынбайды. Олар біздің қасымызда жүреді. Олар бізбен бірге бір дастархан басында отырады. Олар бізге мейіріммен күлімсіреп қарайды. Бұл құпия әңгімелер. Және бүгін біз адам жанының ең қараңғы, ең ауыр жұмбағына үңілеміз. Біз қанды қасапшылар туралы естігенбіз. Біз қатыгез қарақшылар туралы білеміз. Бірақ бұл оқиға олардың ешқайда ұқсамайды. Бұл оқиға махаббат туралы. Иә, соқыр, шексіз, өзін өзі жоятын, тіпті адамды түбіне дейін жеткізетін махаббат туралы. Батыс Қазақстанның Тымыш қалашығында Марат пен Зауреш есімді зейнеткерлер ізім қайым жоғалады. Ешқандай айқай-шу жоқ, ешқандай күресіз жоқ. Үйлерінде заттары сол күйі, тіпті дастархан үстіндегі шайлары да суымағандай. Олардың балалары Дәурен мен Айгүл полицияға келіп, көздеріне жас алып тұрып, ата-анамды іздеп беріңіздерші, біз олар үшін алаңдаймыз деп құтқарушы іздегендей болды. Тергеушілер де сенді, бәрі сенді. Бірақ тергеудің қолшығын тапқан сәттен бастап бүкіл картина түбегейлі өзгерді. Күдіктің көлеңкесі бөтен біреуге емес, дәл сол полицияға келіп жылап тұрған туған балаларына түсті. Бұл кездейсоқ жоғалу ма, әлде ақша үшін құрылған суыққанды жоспар ма? Олар ата-анасын қайда жасырды? Және ең бастысы, қанынан жаралған балалары өз ата-анасын Индонезияның қайнаған ыстығында тіл көзсіз жерде неге тастап кетті? Сот залындағы соңғы сәтте судья тергеушіге олар сізден қанша ақша алды деп сұрақ қойғанда, Мараттың микрофонға еңкейіп, қарлыққан дауыспен айтқан екі сөзі бүкіл елді дүр сілкіндірді. Санамадым, бала ғой. Бүгін біз осы сөздің артында жатқан 30 жылдық құрбандықты және өз үйінен келген өлім қаупі туралы баяндаймыз. Біз әрқашан жауды сырттан іздейміз, бірақ кейде ең үлкен қауіп бөтен адамнан емес, дәл өз үйімізден келеді. Дайынсыздар ма? Ендеше бұл оқиғаны басынан бастайық. Біз көбінесе тыныш отбасы деген сөзді естігенде, оны жағымды сипаттама ретінде қабылдаймыз. Дау-дамайсыз, жанжалсыз, өз ортасында тыныш өмір сүріп жатқан жандар деп ойлаймыз. Бірақ Марат пен Заурештің үйіндегі тыныштық бақыттың белгісі емес. Ол үлкен апаттың алдындағы қорқынышты үнсіздік еді. Марат. Ол осы қаланың өзі сияқты. Баяу, өзгеріссіз, сағат механизм секілді, дәл. 30 жыл бойы бір мекеменің есігін қағып, бір кабинеттің ауасын жұтты. Ол өмірінде ешқашан ешкімнің алдына кесе көлденен тұрған емес. Бақшасындағы жеміс ағаштарын қалай күтіп баптаса, өз өмірінде сол секілді баттады. Ол үшін жақсы адам деген статус өмірлік мақсат болды. Көршілер онымен кездессе, иығынан қағып өтетін, ол да жымиятын. Бірақ сол жымиістің артында өз ішіндегі қандайда бір құпияны, қандайда бір ауыр жүкті көтеріп жүргенін кім сезді? Зауреш Мараттың толық қарама-қайшысы. Ол осы шағын қаланың әлеуметтік желісі. Кімнің үйінде не болды, кімнің баласы ауырды, қайда той болады, бәрі Заурештің қатысуымен шешілетін. Ол өзгенің қуанышына да, қайғысына да ортақтасудан жалыққан емес. Бірақ бұл Заурештің өз өмірінен қашу әрекеті ме еді? Басқалардың мәселесін шешу арқылы өз отбасындағы, өз ішіндегі жарықшақты жабуға тырысуы ме еді? Дәурен мен Айгүл, олар осы отбасының көзінің қарашығы. Ата-ананың бар үміті, бар жиған тергені осы екі балаға арналды. Дәурен, 30 жастағы жігіт, облыс орталығында тұрады. Қымбат костюм киіп, қолына телефон ұстап, бизнес деп сылтауратады. Ол ата-анасына келген сайын Марат пен Заурештің көзіндегі қуаныш отын көруге болады. Бірақ сол оттың артында үрей де бар еді. Олар Дәурен келген сайын бір нәрсе беретін. Ақша, азық-түлік, киім. Дәурен кеткеннен кейін Марат пен Заурештің үстеріндегі қарапайым тамақтар кемейтін. Бірақ олар мұны баланың болашағы деп ақтады. Айгүл. Күйеуге шыққан қыз жат жұрттық дейміз ғой. Бірақ Айгүлдің жат жұртында да өз үйіндегідей жайлы өмір сүргісі келді. Оның әр қоңырауы «Мама, несие төлейтін уақыт болды» деп басталатын.
Түннің бір уағында Зауреш ұйқысынан оянып, картасына ақша аударатын сәттерді елестетіп көрмішші. Көз жасымен, қолы дірілдеп отырып, баласының бақыты үшін өз несиесін тағы көбейтетін ана. Бұл қазақ қоғамындағы ең нәзік, ең қауіпті психологиялық портрет. Бала ғой деген сөз. Бұл жерде тек сөз емес, бұл үкім. Бұл сөз ата-ананың өзін-өзі алдау құралына айналды. Марат зейнеткерлікке шыққанда отбасының қаржылық жағдайы күрт төмендеді. Зауреш мектептегі аз айлығымен бәрін жабуға тырысты. Олар өздерінен барлығын шектеді. Ескі киімдерін жамап киді. Жаңа нәрсе алу олар үшін күнә секілдеді. Өйткені әрбір тиын Дәуреннің қарызына, Айгүлдің бақытты өміріне арналды. Жылдар өтті. Тәуелділік есірткі секілді. Ол үнемі көбірек мөлшерді талап етеді. Алғашында ақша сұрау ұялу сезімін тудырса, кейін бұл қалыпты жағдайға айналды. Дәурен мен Айгүл үшін ата-ана ақша шығаратын банкомат болды. Ал ата-ана үшін балалар олардың өмір сүру мағынасы. Бұл қорқынышты симбиоз. Балалар өскен сайын ата-аналарының өмірі кішірейіп, өшіп бара жатты. Көршілер бір нәрсені байқады. Мараттың жүзіндегі сабырлылық бос сабырлылыққа айналды. Заурештің көзіндегі қуаныш шашағандыққа ауысты. Олар енді адамдармен аз сөйлесетін болды. Олар өмір сүруін тоқтатып, тек балаларының бақытын қамтамасыз етуші құралға айналған еді. Бұл тек қана қарыз емес еді. Бұл балалардың ата-анаға деген құрметінің мүлдем жойылуы. Олар ата-анасын адам ретінде емес, ресурс ретінде көре бастады. Ал ата-ана, олар өздерін балалар үшін құрбандыққа шалуды бақыт деп ұқты. Бұл қазақ менталитетіндегі ең үлкен қателіктердің бірі емес пе? Балаларым қиналмасын деп, балаларының өз қолымен өз өмірлерін құртып жатқанын байқамау. Осы тыныштықтың астында жатқан ірің күндердің күнінде жарылуы керек еді. Дәурен мен Айгүл өз қарыздарының астында қалғанда, олардың ең бірінші ойлағаны ата-анасының қауіпсіздігі емес, өздерінің аман қалуы болды. Және олар бұл үшін ата-анасын құрбан етуге дайын болды. Келесі бөлімде біз сол қорқынышты күндерді, олардың қалай жоғалғанын және полицияның үйге келген сәтін баяндаймыз. Қыркүйектің 28-і, дүйсенбі. Күздің суық ызғар ауада анық сезіле бастаған шақ. Бұл күн Марат пен Заурештің өз үйіндегі, өз қабырғаларының ішіндегі ең соңғы кеш еді. Олар бұл жердегі ең соңғы дастархан басында отырды. Көз алдыңызға елестетіңізші. Марат бақшадағы жұмысынан шаршап кіреді. Оның үстінде өзінің үйреншікті, позығы жеткен сұр күртесі. Зауреш ас үйде кешкі ас дайындап жатыр. Үйде ескі сағаттың тырсылынан басқа ешқандай дыбыс жоқ. Олар әдеттегідей ештеңе сөйлескен жоқ. Олардың бұл үнсіздігі 30 жылдық ортақ өмірдің бір-біріне деген әбден үйреніскендіктің қорытындысы еді. Бірақ дәл осы кеште сол үнсіздіктің астында бірдеңе қысып тұрғандай болатын. Ауа тым ауыр еді. Олар бұл кеште соңғы рет шай ішті. Бұл олардың өміріндегі ең соңғы үй жылуы болатын. Өйткені ертеңгі таң бұл үйге қайтадан ешқашан атпайтын еді. Қыркүйектің 29-і, сейсенбі, таңғы сағат 8:30. Қаланың тіршілігі әдеттегідей басталды. Балалар мектепке асықты, адамдар аялдамада автобус күтті. Бірақ Зауреш жұмысқа келмеді. Мектептегі әріптестері үшін бұл өте оғаш жағдай еді. Зауреш жауапкершіліктің тірі символы болатын. Ол 30 жыл ішінде бірде-бір рет жұмысқа кешікпеген, бірде-бір рет ескертусіз қалып көрмеген адам. Ол ауырып қалса да, таңғы 7-де қоңырау шалып ескертетін. Сағат 9 болды. Жұмыс орны бос. Мұғалімдер бөлмесіндегілер алғашында аса қатты алаңдаған жоқ. Ауырып қалған шығар, қан қысымы көтерілген болар, деді олар бір-біріне. Әріптесі Гүлнар апай оған қоңырау шалды. 1 гудок, 2 гудок, 3 гудок. Тұтқаны ешкім көтермеді. Гүлнар апай WhatsApp желісіне хабарлама жазды. Хабарлама барды, бірақ оқылған жоқ. 2 сұр құсбелгі сол күйі көк түске айналмады. Дәл осы уақытта Марат аулаға шықпаған еді. Көршілер күнде таңертең аула сыпырып, қақпалдың тазалап жүретін қарияны көрмеді. Қаланың тіршілігі әдеттегідей жалғасып жатты. Бірақ бұл шағын отбасының үйінде уақыт мүлдем тоқтап қалған еді. Қыркүйектің 30-і, сәрсенбі, 2-ші күн. Зауреш тағы да жұмысқа шықпады. Бұл ретте мектеп әкімшілігі шынымен алаңдай бастады.
Гүлнар апай бір емес, 5-6 рет қоңырау шалды. Телефон мүлдем сөндірулі. Абонент қолжетімсіз. Адам психологиясы қызық қой. Біз жамандықты ең соңына дейін мойындағымыз келмейді. Біз миымыздағы қорқынышты ақтау үшін түрлі сылтаулар істейміз. Гүлнар апай да дәл солай істеді. Мүмкін ауылға туыстарына шұғыл кетіп қалған шығар. Мүмкін телефондары бұзылған болар, деп өз-өзін алдады. Ол мектеп директорына осылай баяндады. Бұл кейін оның түсіне кіріп, өмір бойы өкіндіретін шешім болды. Егер ол сол сәрсенбі күні полицияға хабар бергенде, бәлкім бәрі басқаша болар ма еді? Бірақ ол олай етпеді. Уақыт сырғып өтіп жатты. Жоғалған адамды іздеудегі ең құнды, ең алтын уақыт, алғашқы 48 сағат, қайтымсыз жойылып жатты. Қазанның 1-і, бейсенбі, 3-ші күн. Бұл күні ауа райы күрт бұзылды. Аспанда қара бұлт торлап, суық жаңбыр сіркірей бастады. Көрші үйде тұратын Бақыт апай таңертең ауласына шыққанда Мараттың қақпасына көзі түсті. Қақпаның тұтқасында кешегі пошта, жарнама қағаздары сол күйі қыстырылып тұр. Үйдің мұржасынан түтін шықпаған. Терезе перделері тарс жабық. Бақыт апайдың жүрегінде суық бір қорқыныш оянды. Ол ауласын кесіп өтіп, Мараттың есігіне келді. Есікті қақты. Тыныштық. Тағы қақты. Қаттырақ қақты. Іштен ешқандай дыбыс шықпады. Тіпті ауладағы байлаулы ит те үрмеді. Ит бұрышқа тығылып, қынсылап жатты. Жануарлар үйдегі өлі тыныштықты адамнан бұрын сезеді. Бақыт апай терезеге жақындап, перденің саңлауынан ішке үмілді. Қараңғы. Ештеңе көрінбейді. Оның қолдары дірілдей бастады. Ол дереу қалтасынан телефонын алып, 102 нөмірін терді. Бұл қоңырау үлкен трагедияның ресми түрде басталған сәт еді. Полиция 15 минут ішінде жетті. Кезекші патруль есікті сыртынан қарап шықты. Құлып бұзылмаған, терезелер сынбаған. Олар заңға сәйкес куәгерлердің қатысуымен есікті бұзып кіруге шешім қабылдады. Темір құралдың сықырлаған дауысы. Есік ашылды. Ішке кірген полиция қызметкерлерін ауыр, қапырық ауа қарсы алды. 3 күн бойы ашылмаған, адам демі сіңбеген үйдің иісі. Тергеушілер үйді мұқият аралай бастады. Бірақ олар көрген көрініс криминалистер үшін нағыз жұмбаққа айналды. Үйдің іші мінсіз таза. Ешқандай төбелес, ешқандай күресізі жоқ. Жиһаздар орнында. Еденде бір тамшы қан немесе сынған зат жоқ. Кіреберісте Мараттың күнделікті киетін аяқ киімі тұр. Жатын бөлмеде төсек жиналған. Бірақ ең қорқыныштысы ас үйде еді. Ас үй үстелінің үстінде. Заурештің күнде ұстап жүретін қара бұлғары сөмкесі жатыр. Оның ішінде әмияны, жеке куәлігі, тіпті көзілдірігі бар. Адамдар өз еркімен үйден кеткенде, немесе ұзап жолға шыққанда, құжаттары мен сөмкесін міндетті түрде өзімен бірге алып кетеді. Бұл жазылмаған заң, ал мұнда бәрі тасталған. Одан да оғаш бір деталь. Қонақ бөлмедегі розеткада 2 телефон зарядтағыш тұр. Тіпті біреуіне телефон қосылып, сол күйі үстел үстінде қалған. Бұл Заурештің ескі смартфоны болатын. Тергеуші бөлменің ортасында тұрып, айналасына қарады. Бұл көрініс тек бір ғана нәрсені білдіретін еді. Марат пен Зауреш өз еріктерімен кетпеген. Олар бір жаққа баруды жоспарламаған. Олар үйден шұғыл, ойламаған жерден шығып біткен. Немесе оларды біреу күштеп алып кеткен. Бірақ кім? Және қалай? Егер күштеп әкетсе, неге есік бұзылмаған? Неге олар қарсылық көрсетпеген? Полиция дереу туыстарына хабар бере бастады. Бірнеше сағаттан кейін оқиға орнына Дәурен мен Айгүл жетті. Олардың түрін көрген адамның сай-сүйегі сырқырайтын еді. Дәуреннің бет-әлпеті боп-боз, көздері шарасынан шыға жаздаған. Оның үстіндегі қымбат костюмы мыж-мыж болып кеткен. Айгүл полиция қызметкерлерін көре сала тізесімен жерге құлап, жылап жіберді. Оның дауысы бүкіл көшені басына көтерді. Ата-анамды табыңыздаршы, оларға не болды? Құдай-ай, оларды іздеп беріңіздерші, деп жалбарынды ол. Кез келген адам бұл көрініске қарап, ата-анасынан айырылып қала жаздаған байғұс балалардың шынайы қайғысын көрер еді. Тергеушілер де адам ғой. Оларды алғашында Дәурен мен Айгүлге жан ашып, су беріп, сабырға шақыруға тырысты. Бірақ тәжірибелі тергеушінің миында бір кішкентай, өте кішкентай сұрақ маза бермей тұрды. Ол блокнотын ашып, Дәуренге тіке қарап сұрады. Кешіріңіз, сіздер ата-аналарыңызбен соңғы рет қашан сөйлестіңіздер?
Дәурен көзін сүртіп, сәл кідірді де жауап берді. Сейсенбі күні таңертең мен мамама хабарластым. Ол тұтқан алған жоқ. Тергеуші қаламын тоқтатып, қабағын түйді. Сейсенбі таңертең, ал бүгін бейсенбінің түсі. Сіз 3 күн бойы хабарласа алмадыңыз. Неге 3 күн бойы дабыл қақпадыңыз? Неге керіп тексермедіңіздер? Дәуреннің көздері сәл ауытқып кетті. Ол тез жинақталып. Мен оларды ауылға, нағашыларымызға кеткен шығар деп ойладым. Олар кейде солай ескертпей кетіп қалатын. Оның үстіне менің жұмысым көп болды. Қалада болмадым, деп ақталды. Айгүл оны дереу қостай жөнелді. Иә, олар ауылға жиі баратын. Біз солай шығар деп ойладық. Тергеуші үнсіз қалды. Ол сөздерді қағазға түсірді. Бірақ оның ішкі түйсігі дабыл қағып тұрған еді. Ол ас үйдегі үстел үстінде жатқан Заурештің сөмкесіне қарады. Адам ауылға құжатсыз, сөмкесіз, көзілдіріксіз және ақшасыз кетпейтінін ол өте жақсы білетін еді. Бұл балалардың сөзінде бір жалғандық бар, бірақ қандай? Ол кезде тергеуші күдіктің бағытын балаларға бұруға әлі ерте деп шешті. Оның алдында шешілуі тиіс басқа да көптеген нұсқалар бар еді. Көрермен де, полицияда балаларды бұл іске қатысы бар деп әлі толық ойлаған жоқ еді. Өйткені бала ғой. Өз ата-анасына кім жамандық ойлайды? Алғашқы қылмыстық теориялар пайда болды. Полиция барлық бағыт бойынша жұмыс істей бастады. Бірінші теория – кездейсоқ жоғалу, немесе оқыс апат. Мүмкін олар кешке далаға серуендеуге шығып, көлік қағып кеткен шығар. Оперативті топ барлық аудандық және облыстық ауруханалардың қабылдау бөлімдерін тік көтерді. Моргтардың тіркелімдері тексерілді. Жедел жәрдем шақырулары қаралды. Нәтиже 0. Ешқандай із жоқ. Екінші теория – өз еріккермен кетіп қалу. Мүмкін қарт адамдардың естері ауысып, адасып кеткен болар. Еріктілер тобы орманда алқаптарды, өзен жағаларын, қараусыз қалған ғимараттарды тінтуге кірісті. Тікұшақтар мен дрондар ауаны шолып шықты. Қаланың әр бұрышына суреттері ілінді. Ешқандай нәтиже жоқ. Олар жер жұтып қойғандай жоқ болды. Үшінші теория – қылмыстық шабуыл. Біреу үйге кіріп, оларды өлтіріп, денелерін алып кеткен. Бірақ бұл теорияда логикаға сыймады. Олардың байлығы жоқ еді. Ескі үй, қарапайым зейнетақы. Олардың дұшпандары да жоқ болатын. Кімге және не үшін қарапайым екі зейнеткер керек болуы мүмкін? Тергеу тығырыққа тірелгендей болды. 3 күн өтті, 4 күн өтті. Үміт оты сөне бастады. Бірақ 5-ші күні бәрін түбегейлі өзгертетін, бүкіл картинаны төңкеріп түсіретін бірлік табылды. Қала кішкентай болғанымен, орталық көшелерде санаулы бейнебақылау камералары бар еді. Тергеушілер жүздеген сағаттық сапасыз бейне жазбаларды қарап соғуға мәжбүр болды. Көздері қызарып, мониторға үңілген офицерлердің бірі кенеттен бейнені тоқтатты. Ол экранды жақындатты. Қала орталығы, банк бөлімшесінің алды. Түнгі қараңғылық. Экранда Марат пен Зауреш тұрды. Олар банкоматтың алдында ақша шешіп тұр еді. Үстерінде жылы киімдер бар. Заурештің басында әдеттегідей орамалы. Олар тірі. Олар аман. Ешкім оларды күштеп тұрған жоқ сияқты. Олар асықпай банкоматтан 20 000 теңге шешіп алды да қараңғылыққа сіңіп жоқ болды. Бірақ тергеушінің денесін мұздатып жіберген нәрсе бұл көрініс емес еді. Ең қорқыныштысы кадрдың оң жақ төменгі бұрышындағы сандар болатын. Уақыт белгісі. Камерадағы уақыт қыркүйектің 29-ы, кешкі сағат 8. Тергеуші қалтыраған қолымен Дәуреннің берген жауабын қайта оқыды. Дәурен соңғы рет сейсенбі таңертең сөйлестім, содан кейін жоғалып кетті деген еді. Ал банкомат жазбасы олардың сейсенбі күні кешкі сағат 8-де тірі екенін, қаланың қақ ортасында жүргенін көрсетіп тұрды. Демек, олар таңертең емес, кешке жоғалған. Демек, олар тірі болған. Бірақ не балаларына хабарламаған, не көршілерге айтпаған. Олар банкоматтан ақша алған, содан кейін қараңғылыққа сіңіп кеткен. Неге? Оларды сол түні кім күтіп тұрды? Олардың өмірін түбегейлі өзгерткен қандай сұмдық оқиға болды? Бұл сұрақтардың жауабы тергеушілерді тіпті елестету мүмкін емес қорқынышты шындық қалып бара жатты. Тек қазір ғана олар жәбірленушілердің жақындарына басқа көзбен қарай бастады. Келесі бөлімде біз банктік шоттардың суық сандарын, телефон қоңырауларының құпиясын және көз жасының артында жасырылған ем қатыгез сатқындықты ашамыз. Тергеу
енді ғана басталды. Қылмыстық істер тарихында бір алтын ереже бар. Адамдар өтірік айтады, көз жас алдайды. Тіпті бейне камераларда бұлыңғыр болуы мүмкін. Бірақ ешқашан өтірік айтпайтын бір ғана нәрсе бар. Ол сандар. Қаржылық іздер мен цифрлық деректер. Олардың эмоциясы жоқ. Олар тек суық, қатыгез шындықты ғана көрсетеді. Банкоматтан алынған бейне жазба тергеудің бағытын 180 градусқа бұрып жіберді. Егер Марат пен Зауреш сейсенбі күні кешкі сағат 8-де тірі болса, демек балаларының таңертеңнен бері хабар жоқ деген сөздері бастан аяқ өтірік. Бұл жалғандықтың артында не жатыр? Тергеушілер енді көше кезіп, орман ақтаруды тоқтатып, барлық назарды қағаз жүзіндегі құжаттарға аударды. Полиция қаладағы барлық екінші деңгейлі банктерге шұғыл сот қаулысын жіберді. Мақсат Марат пен Заурештің барлық банк шоттарын, зейнетақы карталарын, депозиттері мен соңғы транзакцияларын бұғаттап, толық өзінді көшірмесін алу. Жауап күту бірнеше сағатқа созылды. Тергеу бөліміндегі ауа қорғасындай ауырлап кеткен еді. Барлығы бір нәрсені күтті. Қылмыстың мотиві әрқашан екі нәрсеге тіреледі: махаббат немесе ақша. Бұл жағдайда махаббаттың иісі де шықпайтын еді. Кешкі сағат 6-да банктерден алғашқы жауаптар келіп түсті. Тергеушілердің бірі факс аппаратынан шыққан қағаздарды жұлып алып, үстел үстіне жайды. Ол саусағымен әрбір транзакцияны қуалай бастады. Бірнеше секундтан кейін оның көздері шарасынан шыға жаздады. Ол бөлмедегілерге қарап, тек бір ғана сөз айтты: басталды. Қағаздағы сандар адам сенгісіз сұмдықты көрсетіп тұрды. Марат пен Зауреш жоғалған күннен бастап, дәл сол күннің түнінен бастап, олардың шоттарынан тоқтаусыз ақша аударымдары жүрген. Бір аударма емес, бірнеше рет. Біреу олардың шоттарын жүйелі түрде, асықпай, тиынына дейін тазалап жатқан. Тергеуші транзакциялардың уақыты мен сомасынан мұқият үңілді. Қыркүйектің 29 күні 50 мың теңге аударылған. Қыркүйектің 30 күні 100 мың теңге шешілген. Сол күні түстен кейін тағы 70 мың. Қазанның 1 күні 150 мың теңге. Бар жоғы 3 күннің ішінде $500 миллионнан астам теңге жоқ болған. Бұл екі зейнеткердің тамақтан жырып, киімнен қысып, дәрі-дәрмекке деп тиындап жинаған көз жас еді. Олардың бүкіл өмірінің жинағы көз алдарында буға айналып жатты. Тергеуші қағазды қолына мықтап қысып, тістерін қайрап бір ғана сұрақ қойды: кімнің шотына? Бұл ақша қайда кетіп жатыр? Оперативті қызметкер компьютер пернетақтасын сатырлатып басып, айбан нөмірін дерекқорға енгізді. Экранда жүктелу жолағы айналып тұрды. 3 секунд, 5 секунд. Сосын экранда алушының аты жөні жарқ етті. Бөлмедегі барлық офицерлер сілтідей тынды. Жауап кез келген адамның қанын қатыратындай еді. Ақша аударылған шоттың иесі Дәурен еді. Өздерінің туған ұлы, ата-анасы жоғалып кетіп, полицияға келіп, еңіреп жылап отырған, іздеп беріңіздерші деп жалбарынған сол баланың нақ өзі. Бұл сәтте тергеудің статусы ресми түрге өзгерді. Енді бұл адам жоғалу ісі емес еді. Бұл қылмыстық іс. Ал басты күдікті дәл қазір дәлізде полиция бөлімшесінің күту залында отырған Дәуреннің өзі болатын. Тергеуші Дәуренді жеке кабинетке қайта шақыртты. Бұл жолғы шақырудың реңкі мүлдем басқа еді. Енді оған жәбірленуші ретінде шай ұсынылған жоқ. Ол тергеу үстелінің арғы жағына, жарық тіке түсіп тұрған орындыққа отырғызылды. Дәурен кіріп келгенде әдеттегідей алаңдаған кейіп танытты. Оның көздері жасаурап, бөлмеге кіре бере: жаңалық бар ма? Ата-анам табылды ма деп сұрады. Ол өз рөлін мінсіз ойнаттырмын деп сенді. Тергеуші оған үнсіз қарап тұрды. 30 секундтай ештеңе айтпады. Психологиялық қысым дәл осы үнсіздіктен басталады. Тергеуші асықпай орнынан тұрып, үстелдің үстінен банктың мөрі басылған қағазды алды да Дәуреннің алдына сырғытып қойды. Сіздің шотыңызға соңғы 3 күнде $500 миллион теңге аударылған, деді тергеуші әрбір сөзін шегелеп. Білесіз бе? Дәурен алдында жатқан қағазға қарады. Ол өте ұзақ қарады. Оның бетіндегі бұлшықеттері тартылып, тыныс алуы жиілеп кетті. Миындағы жалғандық торысар беріп, өтіріктің құмнан жасалған сарайы құлай бастаған сәт еді бұл. Ол тез арада миында жаңа сценарий құрастыруға тырысты. Содан кейін ол жұтынып алып, көзін көтермей жауап берді: жоқ, білмеймін. Ата-анам өздері жіберген шығар. Олар кейде маған ақша жіберіп тұратын. Мен шотымды тексерген жоқпын.
Олардың қайғысымен жүргенде ақшаға қарайтын шамам болды ма? Тергеуші үнсіз қалды. Бұл жауап тым арзан, тым примитив деді. Олар жоғалған күндері жіберілген, деді тергеуші суық дауыспен. Және олар түн ортасында, таң сәріде, жүйелі түрде аударылған. Дәурен ештеңе демеді. Оның саусақтары дірілдеп, үстелдің шетін қысып алды. Тергеуші соққыны жалғастырды. Қақпан енді жабылуы керек еді. Сіз маған алдыңғы жауабыңызда бұлай дедіңіз. Сіз ата-анаңызбен соңғы рет сейсенбі күні таңертең хабарластыңыз. Содан кейін олармен мүлдем сөйлеспедіңіз. Телефондары өшіп қалды дедіңіз. Солай ма? Дәурен басын изеді. Оның өңі қуарып біткен. Ал мына ақша аударымдары. Тергеуші қағазды саусағымен шұқыды. Сейсенбі түні және одан кейінгі күндерде жүрген. Логикаға салайық. Егер ақшаны ата-анаңыз жіберсе, демек олар тірі болған. Және сіз олармен хабарласқансыз. Неге олардың тірі екенін біле тұра полицияға келдіңіз? Ал егер олар жібермесе, бұл ақшаны олардың телефонынан кім аударды, Дәурен? Дәурен бұрышқа тақалған егеу құйрықтай қалтырап отырды. Оның бүкіл логикасы тас-талқан болды. Ол үстелге қарап, ақырында әзер естілетін дауыспен «Білмеймін» деп күңкілдеді. Тергеуші қаламын алып, хаттамаға қалың әріптермен жазып алды. Бұл жай ғана өтірік емес еді. Бұл адамның психологиялық құрылымына қайшы келетін абсурд. Кез келген адам ата-анасын жоғалтып алып іздеп жүргенде, шотына олардан миллиондап ақша түсіп жатса, ең бірінші банкке жүгірер еді. Мына ақша қайдан келді? Олар тірі екен ғой, деп айғайлар еді. Ал Дәурен білмеймін деп отыр. Қылмыскерлер әрқашан өздерін ақылдымыз деп санайды. Бірақ олар цифрлық ізді жоя алмайды. Бірақ бұл тек басы ғана еді. Тергеушілер енді Дәуреннің қарындасы Айгүлге назар аударды. Қылмыста ешқашан бір адам ғана қателік жібермейді. Ұялы байланыс операторынан Айгүлдің соңғы бір айдағы толық биллингі, кімге, қашан, қанша уақыт қоңырау шалынған туралы есеп алынды. Полиция Айгүлдің де психологиялық портретін жасауға кірісті. Егер сенің ата-анаң жоғалып кетсе, сен не істейсің? Сен олардың нөміріне тоқтаусыз қоңырау шаласың. Күніне 100 рет, 1000 рет дауыстық хабарламалар қалдырасын. WhatsApp-қа жазасын. Ал қағаздағы сандар. Айгүлдің шынайы бет-бейнесін ашып берді. Ата-анасы жоғалған күні Айгүл өз телефонынан 80-нен астам қоңырау шалған. Бірақ кіммен сөйлескен? Ата-анасымен бе? Жоқ. Олардың нөміріне сол күні бірде-бір рет, тіпті 1 секундқа да қоңырау бармаған. Ол ата-анасын іздемеген. Ол ата-анасы үшін бір сәтте алаңдамаған. Ол тек ағасы Дәуренмен сөйлескен. Тергеуші Айгүлдің қоңыраулар кестесін алып, банк транзакцияларының кестесімен беттестіріп көрді. Дәл осы сәтте бөлмедегі тергеушілердің төбе шашы тік тұрды. Бұл жай ғана сәйкестік емес еді. Бұл қылмыстық хронология болатын. Қараңыз, олар әр сағат сайын сөйлесіп отырған. Және әрбір ұзақ сөйлесуден кейін ата-анасының есеп-шотынан кезекті сома жоғалып отырған. Бұл қоңыраулар уайымдаған бауырлардың сөйлесуі емес еді. Бұл ағасы мен қарындасының ата-анасының ақшасын қалай үлестіруді, қалай шешіп алуды, қалай жасыруды талқылаған қылмыстық кеңесі болатын. Ақша түсті ме? Иә, түсті, шығарып алдым. Енді келесі бөлігін аударайық, лимит бітіп қалмасын. Олар әр қадамды, әрбір транзакцияны бірге талқылап, бірге басқарып отырған. Өздерін дүниеге әкелген адамдардың өмірі қыл үстінде тұрғанда, олар телефон арқылы ақша санап отырды. Бірақ тергеушінің миында үлкен бір сұрақ тұрды. Неге? Не үшін оларға мұнша ақша шұғыл керек болды? Олардың қандай құпиясы бар? Қылмыстың себебін түсіну үшін адамның өмірін ішінен қопару керек. Қаржы полициясының көмегімен Дәурен мен Айгүлдің қаржылық жағдайы толық рентгеннен өткізілді. Және іздеген сайын олардың шынайы өмірінің қандай қорқынышты екені ашыла берді. Дәурен, ол өзін облыс орталығындағы табысты бизнесмен ретінде көрсетуді жақсы көретін. Қымбат киім, жалдамалы көлік. Бірақ шын мәнінде оның бүкіл өмірі қарыз бен өтірікке құрылған иллюзия екен. Оның мойнында 3 бірдей үлкен қарыз қамыты бар болды шықты. Біріншісі банк несиесі. 2 жыл бұрын алынған, соңғы 9 айда 1 тиын төленбеген. Коллекторлар оның есігін қағып, жұмысына дейін іздеп бара бастаған. Екіншісі ең қауіптісі. Ол облыстағы беделді
Қылмыстық әлеммен байланысы бар жеке адамдардан өте үлкен сомада қарыз алған. Мерзімі баяғыда өтіп кеткен. Үстеме пайыз күн сайын өсіп жатқан. Дәуреннің өміріне немесе денсаулығына нақты физикалық қауіп төніп тұрды. Үшіншісі, онлайн несиелер. Микрокредитті ұйымдардан алынған ондаған майда, бірақ пайызы шаш етектен келетін қарыздар. Жалпы қарыз сомасы 10 миллион теңгеге таяп қалған. Ол тығырыққа тірелген еді. Оған ауадай ақша керек болды. Кез келген жолмен. Ал Айгүлдің жағдайы ше? Оның да жағдайы одан асып түспесе кем емес еді. Ол жақында ғана тұрмысқа шыққан. Жас келін. Күйеуі оны жақсы көреді. Қарапайым жұмыс істейді. Бірақ Айгүл күйеуіне айтпай, өз атына 3 түрлі банктен несие рәсімдеген. Жаңа телефон, қымбат киімдер, құрбыларының алдында мақтану үшін алынған заттар. 6 айдан бері несие төленбеген. Банктер оның күйеуіне, қайын жұртына хабарласуға шақ қалған. Егер күйеуі бұл қарыздар туралы білсе, оның отбасылық өмірі сол күні-ақ тас-талқан болар еді. Айгүл қос өмір сүріп жүрді. Және оның да мойнында ілмек қысылып келе жатты. Екеуі де жылдар бойы ата-анасының зейнетақысымен айлығын сорып келген. Ата-аналары тиындап жинап, соңғы нандарын бөліп берген. Бірақ олардың тәбеті артпаса, кемімеген. Ақша құмға сіңген судай жоқ болып отырған. Бұл ашу үстінде жасалған оқыс қылмыс емес. Бұл ақыл есі дұрыс адамдардың кездейсоқ қателігі де емес. Бұл өте суық, өте қатыгез, алдын ала минуттап есептелген жоспар болатын. Олар тығырыққа тірелді, және сол тығырықтан шығу үшін олар ең қорқынышты, ең азғын жолды таңдады. Өздерінің ата-анасын құрбандыққа шалу. Бәрі түсінікті болды. Мотив табылды. Ақша, қарыздан құтылу. Күдіктілер анықталды. Өздерінің туған балалары. Дәлелдер жеткілікті. Банк алдарындары мен телефон қоңыраулары. Бірақ осы шындық ашылған сайын тергеушілердің жүрегіне ауыр бір қорқыныш ұялай бастады. Психологиялық тұрғыдан алғанда өте қорқынышты бір факт бар еді. Егер балалары ата-анасының телефондарын қолдарына түсіріп, олардың барлық ақшасын иемденіп жатса, егер олар полицияға келіп, жоғалды деп жалған арыз жазса, бұл тек бір ғана нәрсені білдіреді. Сен өз ата-анаңның шотынан ақшаны ұрламайсың. Егер олар ертең үйге оралып, сенің ісіңді әшкерелейтін болса, сен олардың барлық мүлкіне көз тікпейсің. Егер олардың тірі екенін білсең, балалары бұл қадамға барды ма? Демек олар ата-анасының ешқашан үйге оралмайтынына 100% сенімді болған. Демек, Марат пен Зауреш енді оларға кедергі болған. Олар қайда? Тірі ме? Аман ба? Жоқ, тергеушілердің үміті үзілді. Логика басқа нәрсені айтып тұрды. Егер олар осындай сұмдық жоспар құрған болса, олар ата-анасының көзін мүлдем құртқан. Іздеу жұмыстарының бағыты күрт өзгерді. Енді полиция тірі адамдарды іздеуді тоқтатты. Олар қала шетіндегі ормандарды, ескі шұңғырларды, қараусыз қалған саяжайларды, су қоймасының түбін тінтіп шығуға кірісті. Сүңгуірлер шақырылды. Иісшіл иттер орман ішіне жіберілді. Барлығы 2 қарияның мәйітін іздеп жатты. Тергеушілер Дәуреннің көлігінің багажнигінен қан ізін, күрек немесе топырақ қалдықтарын іздеді. 1 апта өтті, 2 апта өтті. Жер жұтып қойғандай, ешқандай дене табылмады. Қалайша 2 бірдей адамды ешқандай із қалдырмай жойып жіберуге болады? Бұл кәсіби кісі өлтірушілердің ғана қолынан келетін іс қой. Ал Дәурен мен Айгүл жай ғана қарызға батқан ақмақтар еді. Олар мұндай мінсіз қылмысты қалай жасай алды? Дәл осы үмітсіздік сәтінде тергеу тобының кезекті түнгі жиналысында бір жас оперативті қызметкер күтпеген жерден бір ұсыныс тастады. Ол картаға қарап тұрып, жай ғана бір сөйлем айтты. Бір ғана сөйлем, бір ғана идея. Бастық, біз оларды жерден іздеп жатырмыз. Ал егер олар аспанда болса ше? Аэропортта тексер көрейікші? Бұл ұсыныс алғашында толық абсурд сияқты көрінді. 30 жыл бойы өз ауылынан шықпаған, өмір бойы ақша үнемдеп, тіпті көрші қалаға баруға қиналатын 2 зейнеткер шетелге ұшып кетті ме? Бұл ақылға сыймайтын еді. Бірақ қылмыстық тергеуде елеусіз қалдыруға болатын ешқандай деталь жоқ. Және сол кішкентай ұсыныс бұл істің бүкіл тарихын мүлдем басқа, адамзат тарихындағы ең қатыгез арнаға
бұрып жіберетін болады. Тергеу ісінде кейде ең ақылға қонымсыз, ең абсурд көрінген болжамдар шындық болып шығатын кездер болады. Егер сіз 30 жыл бойы кішкентай ғана ауылдан, шағын қаладан ұзап шықпаған, бүкіл өмірін қарапайым еңбекке, бақшасына және балаларына арнаған екі зейнеткерді іздеп жүрсеңіз, оларды қайдан іздер едіңіз? Ауруханадан ба? Иә. Моргтан ба? Өкінішке орай, иә. Жақын маңдағы ормандардан ба? Әрине. Бірақ халықаралық әуежайдан іздеу. Бұл кез келген тергеушінің ойына ең соңынан келетін, немесе мүлдем келмейтін идея еді. Алайда, барлық басқа есіктер тарс жабылып, барлық нұсқалар іске аспаған кезде, полицияға мүмкін емес нәрселерді де тексеруге тура келеді. Жедел тергеу тобы жақын маңдағы халықаралық әуежайдың қауіпсіздік қызметіне ресми сұрау жіберді. Олар соңғы бір апта ішіндегі барлық рейстердің жолаушылар тізімін, барлық терминалдардың бейне жазбаларын талап етті. Бірнеше сағаттық күтуден кейін әуежайдан үлкен көлемдегі мәліметтер базасы келіп түсті. Тергеушілер мониторларға үңілді. Бұл өте қиын, өте ауыр жұмыс еді. Жүздеген сағаттық бейне жазба, мыңдаған адамдардың сұлбасы, чемодан сүйреген жолаушылар, асыққан адамдар, балаларын жетектеген отбасылар. Экрандағы пиксельдер көзді талдырып миды шаршататын еді. Бірақ кенеттен мониторға қарап отырған жас тергеушінің қолы тінтуірдің үстінде қатып қалды. Ол көзін уқалап, экранға жақындай түсті. Оның жүрегінің соғысы жиілеп, демі ішіне тартылды. Ол жанындағы серігін ығынан нұқып, саусағымен экранның бұрышын көрсетті. Экранда Марат пен Зауреш тұрды. Иә, дәл өздері. Тірі, аман есен. Олар халықаралық ұшу терминалының ішінде, жүктерін тіркейтін бағанның алдында тұр еді. Бірақ тергеушілерді таңғалдырған бірінші нәрсе олардың киімдері болды. Олардың күнделікті аулада немесе қалада киіп жүретін ескі, тозған киімдер емес еді. Мараттың үстінде жаңа ашық түсті жаздық шейде. Заурештің үстінде жаңа көйлек, қолында шағын ғана, бұрын соңды ешкім көрмеген жаңа жол сөмкесі бар болатын. Олар бейне бір алыс сапарға, демалысқа бара жатқан туристер сияқты көрінді. Бірақ тергеушілердің төбе шашын тік тұрғызған, қандарым қатырып, демдерін тоқтатқан нәрсе бұл емес еді. Ең қорқыныштысы олардың жанында тұрған адамдар. Бейне жазбада Марат пен Заурештің дәр қасында олармен бірге күліп, сөйлесіп, билеттерін ұстап тұрған екі адам анық көрінді. Бұл Дәурен мен Айгүл еді. Төртеуі бірге, бір отбасы, бір бағытта бара жатқан тұтас бір жамия. Камерадағы уақыт белгісі қыркүйектің 29-ы, түнгі сағат 11:30. Яғни банкоматтан ақша алынғаннан кейін небәрі 3 сағат өткен. Ал Дәуреннің біз ата-анамызбен таңертең сөйлестік, содан кейін олар жоғалып кетті деген өтірік сөзінен бері 12 сағаттан астам уақыт өткен. Экранда Дәурен ата-анасының құжаттарын тіркеу бөліміне беріп жатты. Айгүл анасының ығынан құшақтап, бірдеңе деп күліп тұрды. Сырт көзге бұл ата-анасын шетелге демалысқа бара жатқан ең қамқор, ең мейірімді балалардың бейнесіндей көрінетін еді. Тергеуші бейнені тоқтатып, жүрегінің дүрсілін баса алмай әріптесіне бұрылып, дірілдеген дауыспен сұрады. Олардың бағыты қайда? Олар қайда ұшып бара жатыр? Әріптесі пернетақтаны басып, рейстің нөмірін тексерді. Бірнеше секундтан кейін ол экранға қарап жауап берді. Оның даусында сенбестік пен үрей араласқан еді. Бали, Индонезия. Бұл жауап бөлмедегі ауаны одан бетер ауырлатып жіберді. Индонезия оңтүстік шығыс Азияның экзотикалық аралы, Қазақстанның кішкентай ауылында тұратын, өмір бойы тиын санап өмір сүрген, орыс тілінің өзін әзер түсінетін екі қарт зейнеткер Индонезияға ұшып кеткен бе? Демек, бұл кездейсоқ жоғалу емес. Демек, бұл ешқандайда оқыс апат немесе кісі өлтіру емес. Бұл бастан аяқ, әрбір минуты есептелген қорқынышты жоспар. Бірақ мынандай логикалық сұрақ туды. Егер төртеуі бірге кеткен болса, егер олар бірге ұшса, неге Дәурен мен Айгүл бірнеше күннен кейін Қазақстандағы полицияға келіп, ата-анамыз жоғалды деп жалған арыз жазды? Олар қалайша екі жерде бірдей бола алды? Бұл сұрақтың жауабын Интерпол арқылы келген шекаралық бақылау мәліметтері ашып берді. Және бұл жауап адамзат тарихындағы, қылмыстық әлемдегі ең қатыгез, ең суыққанды, ең азғын опасыздықтардың бірі еді. Сценарий дәл былай болған.
Осыдан бірнеше апта бұрын қарызға батып, тығырыққа тірелген Дәурен мен Айгүл ата-анасының үйіне келеді. Олардың көздерінде мейірім, қолдарында тәттілер болады. Олар ата-анасына өмірлеріндегі ең керемет, ең күтпеген ұсынысты жасайды. Олар бұлай деген болу керек. Папа, мама, сіздер бүкіл өмірлеріңізді бізге арнадыңыздар. Біз үшін жемедіңіздер, ішпедіңіздер. Енді біз есейдік. Біздің жұмысымыз жақсы. Біз сіздерге сыйлық жасағымыз келеді. Бірге демалуға барайық. Шетелге, мұхит көресіздер. Жылы құмда демаласыздар. Біз бәрін өзіміз төлейміз. Бұл сөздерді естігенде Марат пен Заурештің қандай күйде болғанын елестетіп көріңізші. Олар сенген. Қалай сенбесін? Олар қуаныштан жылаған да шығар. Міне, балаларымыз адам болды. Міне, еңбегіміз ақталды. Олар бізге қамқор болып жатыр деп ойлаған. Ананың жүрегі елжіреп, әкенің кеудесін мақтаныш кернегені сөзсіз. Олар соңғы ақшаларына базарға барып, өмірлерінде бірінші рет жаңа жаздық киімдер алған. Шаң басып жатқан ескі төлқұжаттарын іздеп тапқан. Олар тіпті қуаныштан естері шығып, үйдің есігін ілуді де ұмытып, сөмкелерін, құжаттарын дастарқан үстіне тастай салып, асығар сүге әуежайға тартқан. Өйткені балалары оларға ештеңе алмаңыздар, бәрін сол жақтан жаңадан сатып алып береміз, деп уәде еткен. Олар ұшаққа мінді. Бұлттардың үстінде ұшып бара жатқанда Зауреш терезеге қарап, өміріндегі ең бақытты сәтін кешіп жатырмын деп ойлаған шығар. Бірақ тозақ. Дәл сол тропикалық аралға табандары тиген сәтте басталды. Индонезия, Бали аралының халықаралық әуежайы. Бұл мыңдаған адам құмырсқадай қайнаған. Ауасы ылғалды, әрі қапырық, бөтен тілде сөйлейтін адамдарға толы алып ғимарат. Дәурен мен Айгүл ата-анасын әуежайдың күту залына әкеліп отырғызады. Олардың жүздерінде ешқандай қорқыныш жоқ. Олар мінсіз актерлар сияқты жымиып, ата-анасына қарап былай дейді: сіздер осында күте тұрыңыздар. Көп адамның ішінде шашамаңыздар. Біз такси тауып, қонақ үйдің кілтін алып, сыртқа шығып келейік. Жүктерді де біз өзіміз алып келеміз. Осында отырыңыздар, ешқайда кетпеңіздер. Және олар солай. Ата-анасының телефондарын, банк карталары бар әмияндарын ауыстырып әкелеміз. Немесе бізге керек болады деген сылтаумен қолдарын алып, бұрылып кетіп қалады. Ата-ана күтеді. Олар балаларының айтқанына көніп, үлкен, шулы әуежайдың салқын еденіне жақын темір орындықтарда күтіп отырады. 1 сағат өтеді, 2 сағат өтеді, 3 сағат. Балалары оралмайды. Марат орнынан тұрып, есікке қарайды. Зауреш мыңдаған шетелдіктердің арасынан таныс жүзді іздеп көздері талды. Бірақ олар жоқ еді. Бұл кезде, дәл сол минуттарда Дәурен мен Айгүл әуежайдың келесі терминалына өтіп, алдын ала сатып алынған кері билеттермен басқа ұшаққа отырып, Қазақстанға ұшып кеткен болатын. Олар ата-анасын шетелде, жердің түбінде тастап кетті. Сөзбен айтудың өзі қорқынышты. 2 қарт адам. Қалталарында 1 тиын ақша жоқ. Телефондары жоқ. Құжаттары балаларының қолында кеткен, немесе жоғалған. Олар ағылшын түгілі, орыс тілін әзер білетін қарапайым ауыл адамдары. Олар не болып жатқанын түсінбеді. Олардың миы мұндай сатқындықты қабылдауға қауқарсыз еді. Балаларымыз жол апатына түсті ме екен? Қарақшылар шабуыл жасады ме екен? Адасып қалды ме екен деп жүректері қан жылады. Олар сол сәтте өз балаларының оларда тірідей көміп кеткенін, оларды аяусыз сатып кеткенін елестете алмаған еді. Бұл жоспардың ең қатыгез, ең шайтандық бөлігі болатын. Дәурен мен Айгүлдің мақсаты не еді? Егер олар ата-анасын Қазақстанда өлтірсе, дене табылып, тергеу басталып, олар міндетті түрде ұсталар еді. Сондықтан олар ата-анасын шетелге апарып, құжатсыз, ақшасыз көшеге тастап кетуді ұйғарған. Олардың логикасы бойынша, тіл білмейтін, ақшасы жоқ, денсаулығы нашар 2 зейнеткер Индонезияның ыстығында қайыршылардың арасында аштан өледі, немесе қылмыскерлердің қолынан қаза табады, не болмаса белгісіз жағдайда хабарсыз кетеді. Ал Қазақстанда балалары полицияға келіп, ата-анамыз жоғалды деп арыз жазады. Бірнеше айдан кейін оларды заңды түрде хабарсыз кеткен, немесе өлген деп таниды да. Олардың бүкіл мүлкі, үйі, шоттарындағы ақшасы тікелей мұрагерлікпен балаларына қалады. Осы аралықта ата-анасының телефондары қолдарында болғандықтан, олар банк қосымшаларына кіріп, депозиттердегі бүкіл жинақты өз шоттарын аударып алған. Олар тіпті ата-анасының атына онлайн несиелер рәсімдеп үлгерген еді. Бұл
ақша үшін адамдықтан толықтай бас тартудың моральдық құрдымның ең терең түбі болатын. Интерпол мен Қазақстанның сыртқы істер министрлігі бірлесіп, Индонезия билігіне шұғыл хабарлама жіберді. Әлемнің екінші шетінде Балидегі полиция мен Қазақстанның консулдығы бірлескен іздеу операциясын бастады. 14 күн. Тура 14 күн бойы Марат пен Зауреш сол тозақта өмір сүрді. Оларды тапқан кездегі көріністі консулдық қызметкерлері өмір бойы ұмыта алмайтын шығар. Олар әуежайдың сыртындағы қырқоқыс жәшіктеріне жақын маңдағы ескі картон қағаздардың үстінен табылды. Аман. Бірақ олардың халдері адам танымастай нашар еді. 14 күн бойы бөтен елде тропикалық ыстық пен нөсер жаңбырдың астында бір жапырақ нанға зар болып, көшеде түнеп, өтіп бара жатқан туристерден қол жайып, қайыр сұраған екі қазақ қариясы. Мараттың жүдегені соншалық, киімдері сүйегіне ілініп қалған еді. Оның көздері кіртиіп, жүрісінен қалған. Ал Зауреш болса, оның психикасы бұл соққыны көтере алмай сыр берген болатын. Оларды дереу Қазақстан консулдығының ғимаратына келді. Дәрігерлер шақырылды. Дипломаттар олардың алдына ыстық шай, палау, жылы киімдер қойды. Бірақ консулдық қызметкерлерінің жүрегін тіліп түскен нәрсе олардың ашқосақ күйі емес еді. Зауреш апай алдындағы ыстық тамаққа қолында тигізбеді. Ол өзінің жыртылған киіміне, үсті басындағы кірге де қарамады. Ол тек бір нүктеге қадалып, жасқа толы көздермен консулдық қызметкеріне қарап, бір ғана сұрақ қойды. Балаларым қайда? Дәурен мен Айгүлім аман ба? Оларға не болды? Ол әлі де сенбеген еді. 14 күн бойы көшеде ас жатса да, ол әлі де балаларын бір бәлеге ұшырады. Оларды біреу ұрлап кетті деп ойлаған. Ананың жүрегі тіпті өзін ажалға тастап кеткен, өзін сатып кеткен перзентін соңғы деміне дейін ақтап алуға тырысады екен. Консул оған шындықты айтуға батылы бармады. Олар сіздердің барлық ақшаңызды ұрлап, өздері Қазақстанға қашып кетті. Олар қазір полицияның қолында, түрмеде жатыр. Олар сіздерді осында өлуге тастап кетті деген сөздерді бұл бейшара ананың бетіне қалай айтуға болады? Бұл шындық кез келген оқтан, кез келген пышақтан да өткір, өліммен де ауыр соққы еді. Олар Қазақстанға ұшақпен кері қайтарылды. Бірақ бұл енді бұрынғы Марат пен бұрынғы Зауреш емес еді. Олардың денесі аман қалғанымен іштеріндегі үміт, балаға деген махаббат, өмірге деген сенім сол Бали әуежайының суық еденінде мәңгілікке өліп қалған болатын. Шындық әшкере болды. Дәурен мен Айгүлдің қылмысы толықтай дәлелденді. Енді оларды заң алдындағы ең ауыр жаза күтіктіреді. Бірақ ешқандай сот, ешқандай жаза ата-ананың сынған жүрегін қайта бүтіндей алмайтын еді. Қазақстандағы арнайы операция өте тыныш әрі тез өтті. Ешқандай атыс, ешқандай қуғын болған жоқ. Дәурен мен Айгүлді өздерінің жылы, жайлы пәтерлерінде ұстады. Дәурен есікті өзі ашты. Ол табалдырықта тұрған полиция қызметкерлерін көргенде ешқандай таңданыс білдірмеді. Ол қашпады, ақталмады. Ол бәрін түсініп тұр еді. Тек басын төмен салып, үнсіз ғана қолдарын кісенге тосты. Оның көздерінде ешқандай өкініш болған жоқ. Тек жеңілістің суық ізі ғана жатты. Ал Айгүл жылады. Ол еденге құлап, шашын жұлып, бүкіл подъезді басына көтеріп айғайлады. Бірақ ол Индонезияда тропикалық аптап ыстықта аштан өлейін деп жатқан анасы үшін жылаған жоқ. Ол өзінің бұзылған өмірі, өзінің бостандығы, күйеуінің алдындағы масқарасы үшін жылады. Бұл эгоизмнің ең соңғы, ең жиіркенішті шегі болатын. Тергеу аяқталып, іс сотқа өтті. Бұл процесс бүкіл қаланы, тіпті бүкіл елді дүр сілкіндірді. Журналистер, блогерлер, қарапайым халық сот залына сыймай қалды. Барлығы сол екі құбыжықты. Өз ата-анасын, тірідей көмбек болған балаларды өз көздерімен көргісі келді. Дәурен мен Айгүл алаяқтық. Ата-анасын алдап, дәрменсіз күйде қасақана қалдырып, мүліктерін иемдену баптары бойынша жауапқа тартылды. Бірақ сот залындағы ең ауыр көрініс кемір тордың артында отырған қылмыскерлер емес еді. Ең ауыр көрініс жәбірленушілер қатарында отырған Марат пен Зауреш болатын. Олар Қазақстанға оралды. Олар физикалық тұрғыдан аман қалды. Бірақ рухтары
Олардың рухтары сол әуежайдың суық еденінде біржолата үзіліп қалғандай көрінетін. 2 айдың ішінде олар 20 жылға қартайып кеткен еді. Мараттың шашы құдай аппақ болып, белі бүгіліп қалыпты. Зауреш апайдың жанарындағы баяғы мейірім оты мәңгілікке сөнген. Ол ешкімге қарамады. Тіпті темір тордың артында отырған өз құрсағынан шыққан балаларына да бір ретте көз салмады. Оның ішіндегі аналық махаббат қорқынышты азаппен өліп тұнған еді. Сот залында барлық дәлелдер оқылды. Банк үзінділері, телефон қоңыраулары, Индонезия полициясының рапорттары, аэропорттағы бейне жазбалар. Әрбір дәлел оқылған сайын, залдағы адамдардың төбе шашы тік тұрып, ауыр күрсіністер естіліп жатты. Айыптау актісі толық тыңдалғаннан кейін судья Маратқа сөз берді. Марат орнынан зорға тұрды. Ол қалтыраған аяқтармен трибунаға баяу жақындады. Оның денесі бұрынғыдан да шөгіп кеткендей, өте кішкентай, өте дәрменсіз болып көрінді. Мемлекеттік айыптаушы одан соңғы рет ресми түрде сұрақ қойды. Марат аға, тергеу барысында сіздердің шоттарыңыздан $500 миллионнан астам теңге ұрланғаны дәлелденді. Бірақ біз олардың соңғы 10 жыл ішінде сіздерден қанша ақша алғанын, қанша қарызын жапқандарын нақты білмейміз. Айтыңызшы, осы жылдар ішінде балаларыңыз сізден жалпы есеппен қанша ақша алды? Олар сіздің қанша қаражатыңызды иемденді? Зал сілтідей тынды. Барлығы Мараттың жауабын күтті. Ешкім дем алмады. Марат ұзақ үнсіз қалды. Ол сот залындағы адамдарға қарамады. Ол судьяға да қарамады. Ол темір тордың артында отырған, көздерін төмен салып отырған ұлы мен қызына да қарамады. Ол тек сот залының үлкен терезесіне қарады. Сол жерден көрініп тұрған сұрғылт, бұлтты күзгі аспанға телміріп қалды. Оның миынан 30 жылдық өмірі кино таспасындай өтіп жатты. Дәуреннің алғаш тәй-тәй басқан кезі, Айгүлдің мектепке барғандағы ақ бантигі, олардың күлкісі, түн ұйқысын 4 бөлген кездері, олар үшін жемеген тамағы, кимеген киімі, барлық үміттері, барлық құрбандығы. Содан кейін ол микрофонға еңкейіп, бүкіл залды дірілдетіп жіберген. Өте ақырын, қарлыққан дауыспен жауап берді. Санамадым. Прокурор түсінбей қалып, қалайша санамадыңыз? Бұл миллиондаған теңге болу мүмкін ғой. Неге санамадыңыз? Деп сұрады. Мараттың әжім басқан бетінен бір тамшы ыстық жас үзіліп түсті. Бала ғой. Осы 2 ауыз сөз. Осы бір ғана қысқа сөйлем. Сот залындағы адамдардың біразы көздеріне жас алды. Тіпті қатал судьяның өзі жытынып төмен қарап қалды. Бала ғой. Бұл жай ғана сөз емес. Бұл біздің қоғамның ең үлкен, ең қорқынышты қасіреті. Бұл ұрпақтан ұрпаққа берілетін, адамды ішінен жейтін психологиялық ауру. Біз баламыз үшін бәрін беруге дайынбыз. Біз оларды қиындықтан қорғаймыз деп, олардың бойындағы жауапкершілікті, мейірімді, адамдықты өлтіріп аламыз. Біз оларға бәрін кешіреміз. Және сол шексіз, соқыр махаббаттың соны осындай құбыжықтарды дүниеге әкеледі. Марат пен Зауреш өз қолдарымен, өздерінің бала ғой деген кешірімдермен, өздерін өлтіретін жендеттерді тәрбиелеп шығарған еді. Үкім шықты. Дәурен 12 жылға, Айгүл 10 жылға қатаң режимдегі колонияға кесілді. Сот залынан шығарда, Дәурен бір сәт қана басын көтеріп, анасына қарады. Ол бірдеңе айтқысы келгендей болды, бірақ Зауреш апай теріс бұрылып кетті. Оның жүрегінде кешірімге орын қалмаған еді. Сот аяқталды, зал тарқады. Марат пен Зауреш сот ғимаратынан сыртқа шықты. Күздің суық желі бетке ұрады. Олар ескі, шағын үйлеріне оралды. Бірақ бұл үй бұрынғыдай емес еді. Үйдің ішіндегі жылу мәңгілікке сөнген. Бұрын бұл үйде үнсіздік болса да, ол тыныштықтың, бейбіт өмірдің үнсіздігі еді. Ал қазіргі үнсіздік моланың үнсіздігіндей суық, қорқынышты болатын. Олардың ақшалары жоқ, өмір бойы жинаған жинақтары таусылған, денсаулықтары күрт нашарлаған, және ең қорқыныштысы, олардың өмір сүруге деген мағынасы жойылған еді. Олар 30 жыл бойы тек балалары үшін өмір сүрді. Ал енді сол балалары оларды тірідей жерге көмді. Марат қалтыраған қолымен шай құйды. Зауреш терезеге қарап үнсіз отырды. Олардың алдында енді тек жалғыздық пен бос қалған күндер ғана күтіп тұрған еді. Біз әрқашан жауды сырттан іздейміз. Біз қараңғы көшеден қорқамыз. Бейтаныс адамдардан секемденеміз. Үйіміздің есігіне үлкен құлыптар ілеміз. Біз қауіпті сырттан келеді деп сенеміз. Бірақ бұл оқиға бізге
бір ғана қорқынышты шындықты көрсетті. Кейде адамға ең үлкен қауіп, ең ауыр соққы, ең қатыгез өлім бөтен адамнан емес. Ең қорқынышты құбыжықтар біздің өз қолымызбен тамақтандырған, өз жүрегіміздің жылуын берген адамдар болуы мүмкін. Кейде ең үлкен қауіп дәл өз үйімізден келеді.